Бәріміз үшін қадірлі де қастерлі тәуелсіздік күні құтты болсын. Мереке ұлттық мереке, жалпы халықтық мереке. Бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, аңсары. Осы тәуелсіздікке қызмет ету біздің буынның иығына, маңдайына бұйырды, иығына жүк түсті. Біздің халқымыз қазір осы елдіктің жолында жаңа белестерге бет алып келе жатыр. Сондықтан да еліміздің амандығы, жұртымыздың тыныштығы, халқымыздың ынтымақ бірлігі ең маңызды нәрсе. Оның ішінде бірден бір маңызды нәрсе бұл сананың азаттығы дер едім. Жалпы қазақтың әр баласы азат болуға тырысу керек, ұмтылу керек. Санасы азат болмайынша біздің тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуы қиындай береді. Сондықтан да жас буын, жас ұрпақ осы тәуелсіздікті көзінің қарашығындай қадірлеп, қастерлеп, аялай берсін деген тілек айтқым келеді.